Сәлем бәріне, сіздермен бірге Ноғайбек Асылай. Дәстүрлі сабақтан шаршадыңыз ба? Оқушыларды қызықтыру мүмкін емес сияқты көріне ме? Сабыр сақтаңыз. Сізге керемет шешім тауып қойдым. Ол Lumiere. Бұл платформаның көмегімен сабақты ойынға айналдырып, оқушылардың белсенділігін арттыра аласыз. Ой, тағы бір қиын сайт қой, деп ойлап тұрсыз ба? Ондай емес. Мұнда барлығы оңай. Сізге тек 3 қадам қажет. Бірінші, презентация әзірлеу. Екінші, интерактивті қосу, тесттер, ойындар, сурет салу, бәрі бар. Үшінші, бөлісу және басқару. Бірден тапсырманы алып, онлайн бір уақытта орындай алады. Платформаға шолу жасайық. Міне Lumiere сайтын біз Google-ға жазсақ, осы парақша шығады. Негізгі менюін таптық. Міне осы жерден қалаған ойындарыңызды таңдай аласыздар. Тест с монстром дегенді көрейік. Осы жерге көп жауапты сұрақ қоя аласыздар, немесе жалған өтірік деген сұрақты, жалған шынайы деген сұрақты қоя аласыздар. Менде сұрақтар дайын болғандықтан Word-тан алып қойдым. Барлығы 5 сұрақ. Енді ойынға көшейік. Міне екі фон беріпті. Бір фонды таңдап аламыз. Готово деп басамыз. Бұл тапсырманы орындау үшін оқушылар керек бізге. Сол үшін сілтемесін жіберейік. Ойынға сілтеме жіберу үшін начало дегенді басамыз. Осы жерде QR немесе код шығады. Оқушылар өз телефондарынан осы белгілер арқылы өте алады, яғни QR немесе сандар арқылы. Ал бастайық. Негізі көп адам болған қызық болады, бірақ бұл жерде менде бір ғана адам. Егер көп болса, топқа бөлуге болады. Мұнда қазір сіздерге телефоннан кірген кездегі ойынның түрін көрсете аламын. Міне оқушылар ашқан кезде осындай сұрақ шығатын болады. Ойынның екінші түрі игровой шоу дегенді мәзірден таңдап алдым. Сұрақтарын өздеріңіз теріп жазып шығасыздар. Көп жауаптарын таңдадым. Қазір мұны да ойнап бірге көрейік.
Айта кетейік, бұл ойынды да міндетті түрде оқушылар өздерінің телефондарынан ссылкаларды немесе кодты ашу арқылы қатыса алады. Ал бұл ссылканы қалай жібереміз десеңіздер, міне YouTube-қа кіресіздер, поделицаны басамыз. Осы жерде получить ссылку деп тұр. Сіздерге тағы бір ойынды көрсеткім келіп отыр. Lumeo'дің барлық мүмкіндігін пайдаланғандарыңызды қалаймын. Үшінші ойын мәзірде міне игровые задания. Осы жерде бірінші тұрған гонки ойынын көрейік. Дәл бағанағыдай қайталаймыз. Сұрақты жазамыз. Сосын сақтаймыз. Ойнап көреміз бе? Қатысушылардың санын анықтайсыздар. Бұл жерде де оқушылар QR арқылы қосыла алады. Енді сіздерге осы платформадағы басқа әріптестеріміздің әзірлеген жұмыстарын да пайдалануға болатындығын көрсеткім келеді. Ол үшін библиотека Lumeo деген жерге кіреміз. Осы жерде сіздерге барлығы берілген ойындар, презентация, тесттер бар. Өздеріңіз мына жерден сыныпты, атын, пәнді таңдай отырып, әрқайсысын жеке-жеке ашып, мүмкін өздеріңізге бір тиімдісін таңдап алсаңыздар болады. Мен numbers деген тақырып таңдадым, яғни сандар ағылшын тіліндегі. Сыныпты белгіледім. Енді осы жерге ойындар шықты. Ішінен көзіме ең ұнамдысын таңдап алдық. Өз профилімізге осы ойынды сохранить етіп алайық. Ойынды ойнамас бұрын осы парақшаны оқушылармен бөлісуге болады. Олар осы ойынға қатыса алу үшін QR немесе мына арнайы кодты теретін болады сайтта. Ал тапсырмамен танысып көрейік. Бұл жерде сандар мен олардың жазылуын сәйкестендіру керек екен. Бұл да өте қызықты, кез келген пәнде қолдануға болады.
Ал сіз ең алдымен қай ойынды ойнатар едіңіз? Бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, қолдауларыңыз өте маңызды.